Сәлем! Алғашқы 3 айлық біртіндеп аяқталды. Демек, егер сіз әлі УДЗ жасай алмасаңыз, онда ультрадыбыстық зерттеуге бару уақыты келді. Осы мезгілде дәрігер болашақ баланың жынысын анықтай алады. Егер сіз баланың жынысын білсеңіз, онда аты туралы ойланудың уақыты келді. Ішіңіздегі кішкентай ғана нәрестенің бүйрек жұмысы істей бастады. Бала мезгіл-мезгіл қозғалады, ал несеп ұрық суына бөлінеді. Жүйке жүйесі белсенді дамып келеді. Апта соңында ұрықтың миы ересек адамның миының көшірмесіне айналады. Нәресте мезгіл-мезгіл аузын ашады. Осы аптада нәрестеңіз оттегімен және қоректік заттармен толыққанды қамтамасыз етіле бастайды. Сәбиіңіздің түрі біртүрлі көрінуі мүмкін, өзге ғаламшарлық сияқты. Себебі басы үлкен, ал денесі кішкентай, бірақ бет-әлпеті ересек адамдардікіндей болады. Маңызды дене мүшелері мен ағзалары бәрі қалыптасқан. Сәбиіңіз жатырда үнемі қозғалыста, бірақ тым кішкентай болғандықтан сіз оны байқамауыңыз, сезбеуіңіз мүмкін. Сәбиіңіз жұтынуды үйрене бастады. Осы аптадағы ананың жағдайы. Болашақ аналарға ең маңызды және жігерлендіретін жаңалық. Бұған дейін болған токсикоз жоғала бастайды, жүрек айнуы аз болады, тәбеті арта бастайды. Осы аптада іштің қатуы болуы мүмкін, себебі гормондық өзгерістердің салдарынан ішектің белсенділігі әлсірейді. Сізге айтар кеңесіміз: жүктілік кезінде дәрумендердің жетіспеушілігіне байланысты қиындықтар туындауы мүмкін, әсіресе С, В6, В1 дәрумендері және фолий қышқылы. Сондықтан дәрігеріңізбен кеңесіп өзіңізге қажетті дәрумендер кешенін таңдаңыз. Әр 3 айлықта нені пайдалану керектігін білу үшін дәрумендерге бай тағамдардың тізімін қарап шығыңыз. Сіздің жүктілігіңіз нешінші аптада, қалай өтуде? Пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Егер ақпарат пайдалы болса, қоңыраушаны басып, жақындарыңызбен бөлісіңіз.